Жұмекен Ажмеденов, тума талант, лирик ақын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының авторы. Қазақ поэзиясын қозғай қалсақ, Жұмекенді атамау мүмкін емес. Ол соның 60-шы жылдары өзінің ақындық өнерімен көзге түскен. Және де оның өлеңдері сан қырлы. Ол құм мінезін танып өскен ақын. Құм туралы өзінің бірнеше өлеңдері бар. Мысалы, құм теңеулері, бетпақ таладағы шоқ гүлдер. Бұны оқыған адамдар құм сырын аша алады. Және де кішкентай кезінен, балық шағынан ол құмға ойнап, өзінің балық ізін осы құмға қалдырған. Және де ол осы өзінің құмда өскенін ешқашанда ұмытқан емес. Жұмекен Ажмеденов, жалқау құмдар. Жалқау құмдар жатып апты іркілдеп, жалқаулықпен әлденені жеңілдей. Тамшы суды талмап әрең жұтардай, кер төбені көмек кие бүркілдеп, дүниенің көк картасын жолақ қып, жатты талай жалқаулықпен улақтып. Талай ізді осы құмда жоғалттық, талай жылды осы құмға тонаттық. О жалқау құм жыр жазар ем не түрлі, Махамбет пен Абай аға секілді.